Бұл суретті 1958 жылы КСР-дағы ең танымал «Огонек» журналының фоторепортері Семен Фридланд түсірген. Суретте Теміртаудың орталық алаңы бейнеленген. Ол 1950 жылдардың аяғында теміртаулықтардың мәдени және қоғамдық өмірінің орталығы болып қалыптасты. Мұнда жастар фестивальдері, демонстрациялар, ақындар айтыстары өткізілді. Алаңның сәулеті Ленинградтың, қазіргі Санкт-Петербургтың сәулеттік келбетіне ұқсас. Алаң 1930 жылдардың аяғында Қазақстан Республикасының Ленинград облысы қамқорлыққа алған кезде қалыптаса бастады. Самарқанд кентінің алғашқы көп қабатты үйлері Ленинградтық жобалар бойынша салынды. Соғыстан кейінгі жылдары алаңның құрылысы жалғасты. 1955 жылы Кеңес одағының Коммунистік партиясының орталық комитетінің сәулет өнеріндегі безендіруді сынға алған қаулысы шықты. Бұл үлгідегі үнемді үйлер салыну шешілді. Сондықтан Теміртау орталық алаңның сәулеті сталиндік дәуірге тән кеңестік монументалды классицизмнің соңғы үлгілерінің бірі болып табылады. Алаң үш көшенің, Ленин даңғылының, қазір Республика, Қазақстан көшесі мен Панфилов көшесінің қиылысында құрылған. Кеңес одағының батыры Иван Панфиловтың құрметіне көше атау туралы бастамамен 1943 жылы Қазақстанда құрылған Батыс майданының 16-шы армиясының 8-ші қызыл тулы гвардиялық атқыштар дивизиясының ерлігімен рухтандырылған оқушылар шықты. Жастардың бастамасы қолдау тапты. Бірақ ресми түрде көше Теміртау қаласы мәртебесі берілгеннен кейін 1946 жылы ғана өз атын бекітті. Өзінің сәулеті жағынан бірегей, жартылай шеңберлі ғимаратта 1958 жылдан бастап майдангер, жазушы Аркадий Гайдардың есімін иеленген балалар кітапханасы орналасқан. Қалада осындай екі ғимарат бар. Екіншісі Республика даңғылының төменгі жағында орналасқан. Әр уақытта кітапхананың жанында әртүрлі кәсіби оқу орындары, училищелер болды. Оларды әзілдеп фазанка деп атады. Бұл атау құстармен байланысты емес, ФЗУ зауыттық мектеп аббревиатурасынан пайда болды. Суреттің артқы жағында нөмір 1 мектеп ғимараты көрінеді. Мектеп 1956 жылы қаңтарда оқушыларға есігін айқара ашты. Ол Самарқанд кентінің ең бірінші мектебі болды. Мектеп дарынды мұғалімдермен толықты. Кейбіреулері қуғын сүргінге ұшырағандар қатарында болды. Оның қабырғаларынан көптеген белгілі адамдар шықты. Композитор Александра Пахмутова, әскери теңіз күштерінің контр-адмиралы Михаил Кочетов, медицина ғылымдарының докторы Александр Волков, Қарағанды металлургия зауытының директоры Олег Тищенко және басқалар. Түсірілім кезінде қаланың осы бөлігінде жол бөлігі асфальтпен жабылған болатын. Осыған байланысты 1952 жылы асфальтталған көшелер мен тракторларға, экскаваторларға, арба көлігіне, ал қыста шананың жүруіне тыйым салынды. Қалада жеке автомобильдер пайда бола бастады. Суретте бірнеше Москвич 401 автомобильдері бар. Мұндай автомобильдің құны 8.000-9.000 рубльге жетті. Әрине, олар негізінен бастықтар мен өндіріс озаттарында болды. Бір таңғаларлығы, бұл кезде автомобильдердің түсі әртүрлі болған жоқ. Негізінен қара, ақшыл, сары, жасыл. Тек 1960 жылдардың басында ғана басқа да түстер пайда бола бастады. Көгілдір, пісте түс, сұр. Мұндай ашық түсті автомобильдер тек экспортқа шығарылды. Әрине, Теміртау көшелері мен автобустарда жүріп отырды. Айтпақшы, Ленин даңғылы, қазір Республика, бұрын вокзал көшесі деп аталған. Суретте сол жылдары кеңінен таралған 50 жолаушыны тасымалдауға арналған 8 метрлік ЗИЛ автобусы. Автобустардағы жол жүру құны километражға байланысты болды. Мысалы, 2,8 километр үшін 4 тиын алынды. 1961 жылы ақша реформасынан кейін автобуста жол жүрудің бірыңғай 5 тиындық құны белгіленді. Осы кезеңдегі суретке тән ерекшелік теміртаулықтардың сыртқы келбеті болып табылады. Соғыс аяқталғаннан кейін 10 жылдан астам уақыт өтті және сән сияқты ұғым елдің күнделікті өміріне ене бастады. Фотосуретте киімнің алуан түрлілігі мен ашық түстері айқын көрінеді. Әсіресе
Ерлер киімі ерекше назар аударады. Атап айтқанда кең шалбарлар. Олар әдетте екі қабатты күртешемен киіледі. Мұндай шалбарлардың ені 35 сантиметрге жетті. Мұндай шалбарлар үшін өлшемі маңызды емес, және оларды тігу де өте оңай деп әзілдеді. Бірақ мұндай шалбардың қырын үтіктеу қиын еді. Матаны сабынмен жағу керек болды. Қала тұрғындары арасында энергетиктер алаңы танымал болды. Оны бүкіл әлем болып безендірді. Мектеп оқушылары, комсомолдар, Конгресс қызметкерлері бос уақытында ағаш отырғызды. Гүлзарларға арналған гүлдер, раушан гүлдері, хризантема, қызғалдақтар қалалық жылыжайда гүлші Петр Карлович Вайсманның қарауымен өсірілген. Мұнда гүл сағаттары да болды. Жаңа жылдық мерекеге орай саябақта механикалық ертегі қалашығы безендірілді. 1958 жыл алаңда әлемдік пролетариат жетекшісі Владимир Ильич Ленинге ескерткіш орнатылды. Ал 1962 жылы энергетиктер мәдениет сарайы ашылды. Оның құрылысы 10 жылға созылған болатын. Қала тұрғындарының жадында алаңды безендірудің кезеңдері ғана емес, оның кіре берісіндегі екі ағаш дүңгіршек мәңгі сақталып қалды. Ол жерде Штеллерман жұбайымен газдалған су ситрамен қаладағы ең дәмді балмұздақ сататын. 2019 жылы саябаққа Теміртау қаласының құрметті азаматы, Конгресс бір директоры Александр Баублистің есімі берілді. Ол саябақты және қаланың өзін абаттандыру үшін өз үлесін қосқан болатын. Орталық алаңның көрінісі Теміртаудың алғашқы түсті суреті болуы мүмкін. Фотограф Фринланд қаланың бірнеше ондаған суреттерін түсірді. Бұл суреттің негативі қазір ақш-тағы Денвер университетінің кітапханасында сақталуда.